Баршаңызға сәлем достар. Полуфабрикат жасаймыз. Жұмсалатын азық-түліктер. Мінекей достар, етімді бәрін жайғастырып болдым. Мына екеуі міне фаршқа, тауықтың еті, сиырдың еті. Тауықтың сүйектері бұл сорпаға. Екі крылышко сан етімен бөліп қойдым. Үш түрлі маринадтайым. Сиырдың етінен кішкене палауға бірдеңеге алып қалдым. Анау жер сүйек етімен сорпамен атқанға жетпейді. Мынау тауықтың грудинкасы, рулет жасаймын. Мынау қиқым еттер қалды. Бұны мен по-французски жасаймын. Екі түрін жасаймын. Біреуін осыдан, біреуін сиырдың фаршынан жасаймын. Мынау тауықтың сан еттерін маринадтаймын. Бірінші маринадына мен бал қостым, сарымсақ, соевый соус құямыз, горчица біраз қасықтан, тұз, бұрыш, кетчуп қосып жақсылап араластырып, дәмдеуіштер сіңгенше салфанға салып қоямын. Сосын морозилькаға салып қоямыз. Дайындар кезде алдын ала алып шығып, ертіп дайындай береміз. Екінші маринадым, сарымсақ қостым, майонез, ас көк, карри деген дәмдеуіш қосуым керек еді, ұмытып кетіппін, қосылмай қалды. Тұзы, бұрышы, жақсылап араластырып, салфанға салып қоямын. Дайындар алдында ертерек шығарып, ертіп аламын. Үшінші маринадым, сарымсақ, тұзы, бұрышы, кориандр, хмели сунели, сосын қаймақ. Жақсылап араластырып, ішіне горчица қосамын. Жақсылап араластырып, үшеуі де дайын. Салфанға салып, етін жақсылап жауып, морозилькаға салып қоямын. Тұра береді. Керек кезде алдын ала шығарып дайындай беремін. Ал енді котлетпенен ленивый голубцы жасаймын. Мұнда тауықтың еті менен сиырдың еті араласқан фарш. Бұған не қостым? Картоп қостым, пияз и сәбіз қостым. Жақсылап араластырып, бұны екіге бөлемін. Екіге бөліп жартысынан ленивый голубцы жасаймын. Кейінірек тағы күріш қосамын оған. Енді котлет жасаймыз. Етті жақсылап еуін қандырып ұрып аламын. Сосын панировочный сухариға аударып осылай жасаймын. Панировочный сухари өзім жасаған, өтікі қолдықы. Енді ленивый голубцымыз, күріш қосып жатырмын. Күрішті жартылай пісіріп алдым суға. Котлет нелерге тек тұз бенен бұрыш қана қосамын. Басқа дәмдеуіштер қоспаймын. Голубцыды панировать етпеймін, жай домалақ қылып қатыра аламын.
артынша голубцы шықты. Ендігі кезекте тефтили жасаймын. Тефтилиге таза фарш болғанда жаңа тауық пенен сиырдың фаршы араласқан, пияз, мясорубкадан өткізілген күріш, тұз, бұрыш домалақтап тұз қатырып аламыз. Етімнен шықты. Ендігі кезекте менде тауықтың төс етінен рулет жасаймын. Оған шампиньон деген саңырауқұлақты жуып, тазалап алып, қызып тұрған майға салып қуырамын. Әбден қуырылып болғаннан кейін тұз бұрышын салып, пияз қосып қуырамын. Енді саңырауқұлағымыз суығанша арасына жағатын соусын дайындаймын. Қаймақ, сарымсақ, горчица, аскөк, араластырып, бұл соусты осы рулетке қосам, сосын мясо по-французскийдің біреуіне қосам. Саңырауқұлағымыз әлі суымапты, сол себепті мясо по-французски жасай берейін. Тауықтың етін майдалап турап, тұздап, бұрыштап, сушеный чеснок қостым. Бір тегіс қылып жайып, біреуін осы тауықтың етінен, екіншісін фарштан жасаймын. Тауықтың етіне майонез жағам, бетінен бір тегіс етіп. Сосын торлаған пияз саламын. Пиязды жақсы көреміз, сол себепті мол қосам пиязды. Бір сұлы пияз. Екіншісіне міне фарш. Мұнда тауық пенен сиырдың фаршы араласқан. Бір тегіс жайып аламыз да. Тұз бұрыш салмадым. Жаңағы дайындаған соусымды жағам оған. Сосын бетінен тоже пияз. Пияз мол салам. Шамалы тұз бұрыш саламын. Енді бір слой картошка саламын. Екеуіне де бірдей картошка. Картошканы жұқалап турайым. Шамалы тұз бұрыш сеуім. Дәмі кірсін деп. Бір слой майонез. Екіншісінен бір слой жаңағы қаймақтан соус. Жұқалап жағып. Дайындар кезде мұздаған күйінше де салуға болады, ертіп алып салсаңыздар болады. 180 градуста. Білмеймін қанша уақыт енді, әркімнің өз газ плитасына байланысты. Кабачок салдым, тоже жұқалап турап.
бір слой кабачок, шамалы бұрыштап тұз сеу, бетінен қызанағымызды саламыз. Бір слой қызанақ салып, бетіне майонез жұқалап, қаймақ жағамыз. Негізі ертерек шығарып, кішкене ертіп салған дұрыс сияқты. Сонда кішкене әдемі піседі. И бетінен шамалы ірімшік. Дайындайтын кезде, піседі-ау деген кезде тағы да шамалы ірімшік салып жіберем. Молырақ болады. Міне французскийіміз дайын. Келесі жасайтынымыз тауықтың төс етінен рулет жасаймын. Жақсылап жұмсартып ұрып аламын. Жұмсартып әрдесе кішкене үлкендеу болады. Тұз бұрышын саламын екі жағынан да. Жаңа дайындаған қаймақтан соус жағам. Оның бетінен жаңа қуырған шампиньонымызды саламыз. Әртүрлі жасауға болады. Ірімшік салып, әркім өз қалауынша. Осылай орап, салатамен орап, тоже қатырып қоямын. Керек кезде ертіп, болмаса ертпей де суға, кәдімгі суға тұз салып қайнатып аламын. Қазы қайнатып алғандай салафан шамалы тесіп пісіріп аламын. Міне үш рулет шықты, үшіншісі шамалы кішірек болды. Морозилькте жата береді. Енді пельмень менен мантының қамырын дайындаймын. Тұз, жай суға 2 жұмыртқа, шамалы сұйық май қосамын. Қамырды молырақ қылып илей беремін. Қалып жатса, морозилькке салып қоямын. Қазір жақсы болды. Бүкіл затты холодильникке салып, морозилькке сала береміз. Керек кезде алып, керек тамағыма жайып қоса беремін. Алдын ала дайындап қойған тамақтың жақсы жері, кісі келіп қалса да дайын тұрады, алып пісіріп бере бересің. Қамырын не алғаннан кейін 15 минут қойып қоямын, еу қанғанша. Фаршын дайындаймын. Пельмень менен мантының фаршына тауықтың етін қоспаймын, таза сиырдың етінен. Пельменьге пиязды мясорубкадан өткізіп қостым, тұз бұрыш. Қамырын біраз тұрғаннан кейін тағы да илеп, тағы 15 минутке қоям. Сонда қамырымыз жылтырап әдемі болып жайылады. Қанды бірнеше бөлікке бөліп жая береміз. Уақытым болып жатса, жаңағы еттің қамырында жайып морозилькке салып қоям. Кішкене уақытымды үнемдейді. Керек кезде алып, салып жей береміз. Пельменнің қамырын шамалы қалыңдау жаямын.
осылай төрт бұрыштап кесіп, бұрындары домалақтап жаятын, оған уақыт өте көп кетеді. Сол себепті осылай төрт бұрыштап кесіп уақытымды үнемдеймін. Дайындап морозилькаге салып, қатқаннан кейін бөлік қылып салып, керек кезде ала береміз. Өте ыңғайлы. Міне дайын. Сол күнгі кешкі тамаққа пельмень дайындаған. Соны біршола дайындағанымды салдым да. Жаңағы пияз, сәбізді күштен өткізіп, кішкене ғана майға қуырып, томат қоспаймын. Қуырып суын құямын. Шамалы қайнағаннан кейін картоп салған, картоп салғаным түспей қалыпты. Папамыз қайта келіп тамақ сұрап жүр. Соған тез пельмень дайындай салғам. Тауықтың бульонынан қосам, кішкене дәмі кірсін деп. Тамағымыз дайын. Кейде жай суға пісіре салам. Пияз, сәбізді қоспай, картошкада қоспай, жай суға пісіріп, асқан кезде солай да пісіре салам. Енді соңғы дайындайтыным манты дайындаймын. Мантының фаршы таза сиырдың еті. Пиязды кубик қылып турап қосамын. Картошка, кабачок қостым мұнда. Тұз, бұрыш, суда қосқам, су қосқаным түспей қалыпты. Су кішкене сочныйлау болсын деп. Мантының қамырын пельмендікінен жұқалап жаям. Төрт бұрыштап кесіп, кәдімгі обычный қылып түйе берем. Кейбіреулер косичка қылып түйеді, ол косичка қылып үйрен алмадым мен. Осылай түйіп қатырып аламын тоже морозильникке. Ал достар, мен мына дайындаған полуфабрикаттарым бары осы болды. Міне бас аяғы 22-23 мыңның көлемінде ақша кетті осыған. Және 3 күн уақытым кетті. Кішкене ұзақта болып кетті. Балашаға келім кетім дегендей. Күнделікті тіршілік атты каналыма ұнап жатса тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, пікірлеріңізбен бөлісіңіздер, кем кетіктер болып жатса айтыңыздар. Баршаңызға үлкен рахмет назарларыңызға. Баршаларыңызға сәттілік тілеймін, молшылық, бірлік тілеймін. Ал енді келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Барлықтарыңызды сүйдім. Рахмет. Қош сау болыңыздар.